Дәмі енді тіл үйрет. Мынандай шашлыкты сіз әлі жеп көрмеген боларсыз. Үй жағдайында және де тез, оп-оңай, дәмі керемет шашлыкты жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Және де видеоның астында рецепті көре аласыздар. Біз ең бастысы пиязды алып, майда қылып турап аламыз. Мінекей, пиязымызды турап алдық. Енді болгарскийді тураймыз. Онда майда қылып турап аламыз. Ал енді фаршымыз дайын. Оған біз пиязды саламыз. Ал енді болгарскийді саламыз. Сосын менде мұздатылған көкөністер бар. Укроп, петрушка, свежий болса, одан да күшті. Және де тұз, бұрыш, приправаларды өзіңіз қалағаныңыздай салсаңыз болады. Дәмін көріп. Ал енді жақсылап тұрып араластырып, осылай қойып қоямыз. Енді бізге күріш керек. Оны дұршылаққа салып, әдемілеп жуып аламыз. Сосын темір тостаққа салып, тұз сеуіп, қайнатуға қоямыз. Ал енді мынадай болып қайнап жатыр. Шала піскен күрішті алып, суын төгеміз. Суын төгіп, міне салып алдым. Енді мұздай суға құйып, оны да төгеміз. Енді біз листімізді майлап, жаңағы үй жағдайындағы шашлықтарымызды дайындаймыз. Фаршымызды алып, қолымызға жаңағы ұзындау қылсаңыз да болады. Кішілеу істедім мен, балдарға жеуге ыңғайлы болсын деп. Мінекей, осылай қылып шетінен жасай беретін боласыздар. Міне, екінші шашлык дайын. Ал осылай қылып жасап духовкаға салып аламыз. Ал енді бір кесеге жұмыртқаны жарып аламыз. Бір немесе екі жұмыртқаны жарсаңыз да болады. Аздап дәміне қарай тұз себеміз. Және де қайнаған күрішіміздің ішіне құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді тапаға салып, аздап май құйып, жаңағы күрішімізді салып, қуырып аламыз. Мінекей, біздің шашлықтарымыз дайын болып қалды. Екі жағында қызарту үшін аздап аударып, екі бетінде қызартып аламыз. Енді жаңағы күрішімізді қуырдық. Үстінен ыстық бір бокал су құямыз. Демдеп жауып қоямыз, жұмсақ болып піседі. Ал енді тамағымыз дайын. Біз тарелкаға осылай қылып күрішті саламыз. Ол үшін сіз пиаланы аздап сулап аласыз, және де ішіне күрішті нығыздап салып аласыз. Сосын осылай аударасыз. Енді әдемі болып піскен сулы, дәмі керемет шашлықтарымызды осылай теріп салып шығатын боламыз.
менің каналыма подписка жасап қойсаңыз, осындай әртүрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Менің рецептім сізге ұнаған болса, лайк басып кетіңіз. Және де комментарияға плюс қойсаңыз, мен қанша адам бұл рецепті пайдаланған көретін боламын. Сау болыңыз. Сіздермен Мырзақожа Айдын.